4 класс оқып жүргенде жасап бергенмін. Сенің өзі таңғалды. Жалғыз анда домбырамен билейме деп жүрсің, шаңқобызбен де билейді. Әрине жасап жүрдік, бұл сувенир емес. Нағыз арқаның ойма домбырасы. Қазір заманда өзіміздің қатарласымыздың қайсы жасап жүрген адамды кездестірген жоқ. Қарапайым еңбек адамын қадірлеген қазақпыз ғой. Бүгін Теміртаудағы есімі елге белгілі ағамыздың үйіне қонаққа келдік. Қарапайым металлург. Бірақ ол кісінің ерекшелігі металлургия ғана емес, өзінің шеберлігі де. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Мектепте жүргенде еңбек пәнінен сабақ беретін Антықбаев Мұхит деген кісі болды. Сол кісі көбінесе тәрбиеледі. Ол кездерде жаңағы юни натуралистер деген конкурс болатын, район, облыстық. Сонда әртүрлі заттар жасап, жаңағы аудан көлемінде, облыс көлемінде алып баратынбыз. Бірақ онда да нәтижесін беріп отырдым, енді мақтанған емес. Бірінші орын, екінші орындарды алып отырдым біздің мектеп бойынша. Сол кісінің тәрбиесімен қалаға келгенде, бірақ енді өзім бітірген оқуым металлургия саласы. Бірақ ол металлургия бітірген оқуыммен мен жұмыс істеген жоқпын. Оқуды бітірдім, бірақ ол дипломмен жұмыс істемей, бәрібір осы салаға айналдырып келіп, өзі алып келдім. Әр адамның өз басындағы қасиеті несі болғанда айналдырып алып келеді екен. Қазір бұндай технология жоқ қой. Мысалы, үлкен ақсақалдар, әжелеріміз дөңгелек үстелдің басында отырып, шоқ салғыш дейді. Шоқ салып, ақманға шай қойып, қайнатып отырады. Көрдіңіз бе? Бұны мен үлкен әжеме, мысалы, мектепте жүргенде 4 класс оқып жүргенде жасап бергенмін. Сол әлі де сақтап қойды. Алғашқы бұйымдарыңыздың. Алғашқы бұйымдар. Бұл 90-шы жылдар болды. 90-шы жылдар өзі аумалы-төкпелі замандар болды ғой. Иә. Содан осы жердің ол кісіні естідім де, істеп жүрген жұмысымды тастадым, себебі бала-шағамды тастап Алматыға тарттым. Сөйтсем, ол кісі Алматының әр жағында Қалқаман деген ауылда тұрады екен. Ол кісіге іздеп бардым, мен ол кезде ол кісі мына Қазақстан бойынша жаңағындай народный декоративный прикладное искусство дейді. Сондайдың үлкен королі. Сол кісінің қасында 12 жыл жүрдім. Етегіне жармасып қалған. Ағатай мынаны үйретіңіз. Ал болмайды. Еттік. Ол кісі қанша мырады. Шыдай алмайсың. Ондай жұмысқа екінің бірі шыдамайды кетіп қалады. Абы шыдасам да шыдамасам да осыны үйретесің, осындай технологияны. Өйткені ол кісі істеген заттардың несін мен технологиясын алып қалу керек болды. Мен сол кісінің арқасында, мысалы, ол кісі Қалқаман Тілеуқанов деген кісі. Сіз өзіңіз шәкірт тәрбиелеп отырсыз ба қазір? Қазір енді шәкірт тәрбиелегенде мынау мектептерде нелерде мастер-класс өткіздім. Өткен жолы этномәдениет орталықта Әлшер ағаның арқасында күнде 4 мектепке өткіздім. Ортеке фестиваль болды. Сонда Ортеке фестивалінде жаңағыдай бүкіл менің облыстық комиссияның алдында осы Ортекені билетіп, жаңағы осы Теміртаудың атынан барды. Осы мен көрдіңіздер мында Сарыарқаның сары даласы, тас, таумен петроглифтердің несі. Сонда Ортеке өзіміздің әр жағында көкті отырып. Бұл немен музыкамен неткен кезде мына секіліп билеп отырады. Мына бекаждендовый мәдениет дейді. Сол бекажда туып өскен, сонда мен көрдіңіз бе? Мына петроглифтердің несі. Көшірмесі, иә? Көшірмесі осындай. Металлмен де айналысым мынандай шекме өнері. Мынандай ағаш ойығы несі? Ән бар ғой? Елің дейсің деген. Сондай. Одан мен қазақ әрқашанда өз несін асы керген кезде алшысынан түссін дейді. Мені әжемізден қалған ұршық болды. Аңғай анау көрмеге неге алып барым, ұлттық насихат, оғым. Одан кейін мен ас табам. Қажет материалдарды қайдан табасыз сонда? Қажет материалдарды мен көрме нелерді сатып алған қаражат түседі ғой. Сонда мен өзім интернетпен заказ беремін, алдырамын. Мынау емен ағашым. Ресейден алдырдым. Астабақтар жасайтын, саяқтар жасайтын қайың ағашы. Бұндай Ресейден алдырдым интернет. Ол көрік. Мені одан кейін тағы музыкалық аспаптар жасаймын.
мынау саз балшықтан жаңа ана пешке күйдіріп, бұл саздың өзін неден оңтүстік Қазақстаннан алып көрмелерде. Одан кейін міне сыбызға қамыс кәдімгі өзінің бойында өсіп тұрады, бұл да музыкалық аспап. Тай тұяқ. Бұл да ұрмалы аспап. Мына елімізде этнографиялық ансамбльдер бар ғой. Сонда неткен кезде осы ұрып тұрады. Әрбір өз музыканың әрі ритмімен. Одан бұл да мынау да ұрмалы аспап. Дауылпаз еткен. Бұл шаңғуыз. Бұл шаңғуызбен мен мына Ортекені өткен жолы ЮНЕСКО көлемінде фестиваль болды. Қарағандыдағы облыс. Бүкіл ЮНЕСКО көлемінде. Сонда осы шаңғуызбен Ортекені билеткен. Сонда комиссияның өзі таңғалды. Жалғыз анда домбырамен билейме деп жүрсін, шаңғуызбен де билейді. Әрине, қазақ ол әрбір немен билеткен ғой неде. Бұл кәдімгі оймалы домбыра. Кәдімгі ойнайды, нетеді. Бұл арқаның домбырасы. Көбісі ойлайды. Ойыншық домбыра ма? Сувенирдің қазір екінің бірі сувенир андымдай жасап жатыр. Бұл сувенир емес. Нағыз арқаның ойма домбырасы. Мына жаңа айттым ғой, үлкен әкей осындай қолөнерші болған. Ер тоқым шапқан, осындай қайыстан соғысының қалған атамбыра. Осы қамшыны көріп отырып, сонымен қазір заманда өзіміздің қатарласын қайыс жасап жүрген адамды кездестірген жоқ. Сөйін барында еріксіз неден интернет не арқылы заказ жібереді. Бұл шетелден келе ма сонда сізге қайыстар? Қырғызстаннан алып келеді. Көбісі базарда нелер бар, бір қырғыздар бар. Соларға заказ жібереді, олар жаңағыдай теріне дейін алып келеді. Өзіңізде мүмкіндік жоқ қой әзірге, қайсы деп. Енді қайсы ол үшін мал асырау керек, малды семірту керек, одан оны сою керек, мүмкіндік жоқ қой. Осы қала бойынша біздің бір неміз бар. Ұлттық психологияның несінде Роза Алдашева деген бір өте бір тамаша бір ақын, осының қолынан да бір іс келеді, шеберлік бар жалғыз. Бұдан 2 жыл бұрын Сарыарқаның көшпенді мәдениет деген бір көрме болған, үлкен облыстық дейді. Сонда ол кісі екеуміз осы қаланың атына шығып, жаңа облысқа көрмеге барғанбыз. Ол кісі мынау Алашат оқиды. Одан кейін тағы басқа бір істейтін заттар бар, солардың мен жаңа осындай заттар мен бардым да, сондай айтқан кезде. Қаңтарда қауыз жарған гүл деген кітапшасын тартып өткен. Өлеңдерін оқып нетіп отырсам, мүлдем бір әсер беретін бұлай. Адамға бір шабыт беретін деді. Осындай ұлттық нелерде болса. Шкатулка, үстел. Бұл мынау Мыңғұрттың несі бар ғой? Ертегісі. Соны оқып отырған кезде бір өлеңдер бар ғой, Есіл бол, Я Сұлтан, Ешон деп. Сонда хан жатады ғой, мысалы мынандай тақтың үстінде жатады бет, шалқайып, зерлеп тұрып. Соны алдындағы хан жайымдар билікке жатады ғой. Сонда мынандай нені, осындай штукатурканы алып келеді, мынаның ішінде қазақтың 5 тағамы салынып. Мысалы, қорыл, ірімшік, өрік, мейіз, жаңғақ нелер. Сонда неткен кезде бүйтіп иықтарына салып, қаншайымдар бар ғой, бүйтіп билеп алып келеді. Соны сұлтанға береді, сіз жатасыз, соны сұлтан қайсысын қалай жеп отырады. Көрдіңіз бе? Сондай немен жасалынған. Осындай көп ертегілерді оқу керек, әрбір нені істемес бұрын. Кебеже мен сандықтың айырмасын білмейді адамдар. Негізінде бар ғой? Дұрыс айтасың, мына кебеже өзіміздің. Бұл кебеже деген көшпенділер заманында
Ал жаңағы аттың бауырайына байлап алады ғой, или арбаға салады. Сол кезде кебежеде мысалы бір жағына ыдыс аяқ салынса, екінші жағына тамақ, жаңағы тамақтар сан. Бұл кебеженің қасиеті жаңағы тамақты бүлдірмей бір қалыпта сақтап тұрады, қазір холодильник сияқты неде. Ал ыдыс аяқ сынбайды. Ал кебеженің міне мынандай нәрсе қақпағы осындай болады. Ал енді қазір қаптап кеткен сандық, ол сандық пен кебежені айырамайды. Бәрі сандық дейді. Бірақ кебеже мен сандықтың әрбір несі айырмашылығы жер мен көктей. Міне қаншайымдар отыратын сүйектелген орындық. Сүйекпен ойылған. Көрпе жастық тоже сіздік ме, жеңгейдік ме? Жоқ, мына көрпе жастық ауылда менің жеңгем бар. Ол кісі де қолөнерші, және құрақтан керемет түйін түйет. Сол жеңгеме әлі істеттірген осындай ұлттық не осындай. Міне мынау орындық. Мына восточный танцы дейді ғой. Отырыңыз. Отырыңыз? Жоқ, отырыңыз. Мысалы беліңіз ауырса, нелесе бүйтіп, бүйтіп отырасыз. Қалай? Тамаша. Одан кейін міне жай есіктің өзі мынау қазақтың оюланған нелерімен восточный стильдегі нелер дейді. Бұдан 2006 жылы ауылда мешіт ашылған кезде мешіттің басынан аяғына дейін кіреберіс есігіне бастап төріне дейін даже мынау мячеват насау дейді ғой. Иә. Соңға дейін істеген. Бәрін оюлап, сүйектеп. Қазір сол өтімен тұр. Ондай не қазір Ақтоғай көлемінде жоқ. Қазір көбісі пластик деген дайын европейский есіктер ою салады ғой. Иә. Бірақ нағыз сүйекпен жаңағыдай технологиямен істелген келеді. Ал мысалы оны жасау үшін мен бүкіл Қазақстанның мешіттерін аралап шықтым. Музейлеріне бардым. Мысалы қазақта сондай ою бар ма, жоқ па, оның бәрін білу керек қой. Бескен еді міне мәсі орындық деп аталады. Андай осындай неге кіреберіс, шығаберістерге қойып. Есіктен кіріп келе жатқан бетте тәпішкеңізді қоя саласыз. Одан мына жерде отырған кезде крем майда, шөтке қайда деп іздеп жүрмейсіз. Мынау мынау сұлымасын, маңшын алып, жаңағыдай крем шөтке жедерді неді. Сол, үлгермей, осында. Бұлардың бәрін өз қолыңыздан шыққан ғой, жақсы, бәрекелді, тамаша. Жалпы енді аға, жұмысыңызды көрдік, таныстық, өзіңізді ел біледі, жұрт құрметтейді, білікті металлург маман ретінде де, бұл өнердің хас шебері ретінде де, алдағы уақытта да жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ізіңізді басып, жолыңызды қуатын шәкірттеріңіз көп болсын. Ұлттық бабалардан жеткен асыл өнеріміз алдағы уақытта да өзінің жалғасын тауып, ұрпақтан ұрпаққа жете берсін деген тілектеспіз. Рахмет. Жақсы онда аға. Жақсы. Қош аман болайық. Шығармашылық шабыттар тілейміз. Келіп тұрыңдар. Жақсы. Мысалы, ұлттық өнер деген бұнымен тоқтап қалмайды ғой. Әрі қарай жүре береді, дамай береді. Сол дамай берсін, иә. Ұлттық өнердің өзі, мысалы, шексіз дүние күннен күнге шыға береді. Соны бір мақсат, соларды дамыту, көрсету, сондай арманда мақсат қосу. Жақсы, рахмет. Жақсы, аман болыңыздар.